Әңгіме әлеміне хош келдіңіздер. Арнамадар келіп, ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Әже, өн бойын билеген қорқыныштан бүкіл денесі діріл қаққан. Өңінде қан сөл жоқ. Көзі шарасынан шығып кетердей болып, құстай ұшып келіп, шыңғыра құлаған немере қызын көргенде, Балжан әже әлденеден ішін тартып қалды. Не болды жарығым, неден шошындың? Әсемгүлдің тілі байланып қалғандай, қолдары ербеңдеп, жоғарғы қабатты көрсете береді. Қасқырдан қашып келіп, енесінің бауырына тығылған көжектей, әлі де қорқынышы сейіле қоймаған немересіне әжесі үрейлене қарады. Шайтанның шалығы тигендей көздері шапыраштанып, барып келіп алдында жатқан немере қыздың қос үрейлі түр әлпеті адам шошырлық еді. Жаман түс көріп, шошынып қалғансың-ау күнім, бісміллә деші, қорқып қалғансың ғой, тіліңді шығаршы, таңдайыңды басып жіберейін, деп Балжан әже бәйек болды. Осы кезде 1000 жылқы айдап өткендей, зәулім сарайды дүрліктіріп, төбеден жай түскендей шошытып, бүкіл от басын бықсық ұйқыдан жұлып алған дабырадан, сең соққан балықтай, мең-зең болып оянған ерлі зайыптылар Балжан апаның бөлмесіне ентігіп келіп кірген еді. Олар әлі де үрейден буынын бекіте алмай былқ-сылқ етіп жатқан Әсемгүлді көріп, зәрелері ұшты. Апа, Әсемгүлге не болған? Деуге Мәуленнің шамасы зорға келді. Жұпар өн бойын игере алмай жерге сылқ етіп отыра кетті. Мұндайда адамның ойына не келіп, не кетпейді. Соңғы кездері бай бағыландардың үйлерін торитын қатыгез қанішерлер көбейіп кетті емес пе? Күні кеше облысқа танымал бір кәсіпкердің үйін Қандықол қарақшылар түн жамылып түсіп, отбасын түгел қырып, дүние мүлкін үптеп, суға сіңгендей қараларын батырды. Сондай жемтіктес жөйттер мұның үйін аш бүрлердей торуылдап жүрмесіне кім кепіл? Мәулен тап қазір бір бұрыштан қолында тапаншасы бар жауыз атып шыға келердей жан-жағына шошына қарады. Шыбын жан не деген тәтті еді. Әншейінде осы көл көсір байлық, шат-шадыман тұрмыстың ұйтқысы өзіммін деп қоразданып жүретін Мәулен, тамағына ажал алдаспаны тірелгенде бауыр еті баласын тарс ұмытты. Ажал аждаһа шап беріп, ұстап алатындай жүрегі лоблып, атқақтай соқты. Содырлы сойқан тұтқиылдан бас салатындай көзі ежірейіп, перденің артына барып тығылды. Өткір шамдардың жарығымен ауладағы жерде жорғалаған жәндікке дейін айқындалып тұр. Ауладағының барлығы да өз орындарында. Сонда да ту сыртынан жебе кезенген жаналғыш жәндәсіл қадалып тұрғандай жауырны мұздады. Күтпеген жерден атылар ажал оқтан құтылу керектігі кіресілі шығасылы есіне түсіп, алға қарай жәндармен ұмтылды. Ебедейсіз секірген Мәулен стол үстіндегі шыны ыдысты қолымен жерге қағып түсірді. Тарс еткен ащы дауыс онсыз да естері шығып тұрғандардың жандарын кеуделерінен суырып алғандай болды. Тілдерін жұтып қойғандай ешкім үн шығара алған жоқ. Бөлме сілтідей тынды. Аса ауыр зілзала болып, осы үйге заманақыр орнағандай өлі тыныштық еңсені езгілеп жанши түсті. Әлден соң Балжан бағжаң етіп көзін ашып алып айқайға басты. Әй, бәрінде жын бұғаулап тастағандай неге ошырылып тұрсыңдар? Жедел жәрдем шақырмайсыңдар ма? Солай ету керек екен-ау. Санасына енді ғана сәуле түскендей селк еткен Мәулен қалта телефонын алып, керекті нөмірді тере бастады. Қалтыраған қолдары оның әлі де қорқыныштан арыла алмағанын әйгілеп тұрды. Үй ішіндегі аласапыран айқай шуды есітіп, бөлмесінен шыққан үй қызметшісі Сәуле бықпырт тигендей бүгежектеп қалған отбасын көріп, ошырылып біраз тұрды да асханаға кіріп, кесемен су алып шықты. Мұздай су барып келіп жатқандарды селк еткізді. Артынша бұл үйге жедел жәрдем керек болмай қалды. Полиция шақырып үлгермегені мұндай жақсы болар ма?
Әйтпесе, дүрлікпелі дүрбелеңнің қашан тыныш табарын кім білген. Енді түн жарымында қойындарына сайтан кіріп кеткендей, неге дүрліккендері еске түсіп, барлығы Әсемгүлді содыр сотша сауалдың астына алды. Көрден шыққан адамдай өңі күреңітіп кеткен Әсемгүл әудем уақытқа дейін өзіне өзі келе алмай отырды. Жұпар қызының қол аяғын уқалады. Ол шошынып қалған қызына су ұрттатты. Сүт пісірімдей уақыттан соң Әсемгүл тұтығып, бір-екі ауыз тіл қатты. Тілі енді шығып келе жатқан баладай былдыр-былдыр еткен оның сөзінен үлкендердің ұққаны мынау. Сабағын қарап болған Әсемгүл бөлмесіне оралып, шырт ұйқыға кетеді. Қанша уақыт өткенін білмейді. Бір кезде ол өзіне тесіле қарап тұрған зәрлі көзден шошынып оянады. Қап-қараңғы бөлмеде шоқтай жанған екі жалмауыз көз мұның өңменінен өтіп, жұтып жіберердей қарайды. Тұла бойы тітіркеніп, жаны қыл үстінде тұрғандай қиналған қыздың санасы бірте-бірте семіп бара жатты. Өлді деген осы екен-ау деп ажалға бой ұсынып, тағдыр талайына көндіккелі жатқанында бір тылсым күш оны төсектен жұлып алды. Қаш, құтыл мына жалмауыздардан. Ол қол аяғы жерге тимей бірінші қабатқа қарай безектеп түсіп келе жатқанда соңынан ақ киімді адамдар қуып кеп берсін. Бәрі де бітті. Ұстап алатын болдау деп жан ұшырып, жүгіріп келе жатқан Әсемгүл әжесі жатқан бөлмеге қалай жетіп жығылғанын білмейді. Мәулен үй иелері болады дегенді естуші еді, бірақ олар тірі пенделерге тап бұлайша соқтықпайды. Сонда мына елестер бұларға неге соншалықты өш? Анасы баласының ұйғарымына қарсы шықты. Балам, бұл үйде әруақтар бар. Ертең бір әруақты молда тауып, үйді аластат, бір мал сойып, Құран оқыт. Әруақтарды риза еткен соң бұл елестерден құтыламыз деді. Жоқ апа, мен әруақтарға сенбеймін. Мұны істеп жүрген Сәбден. Ол Әсемгүлдің екінші қабатқа өзімен көрші бөлмеге орналасқанын қаламаған еді. Соның шығарып жүргені ғой. Қарындасымды қорқытсам, әжесінің қойнына өзі-ақ барып жатады, деп интернеттен көргендерін жасаған болуы керек, деді Жұпар, әлі де денесінің дірілін баса алмай тұрып. Қорқыныш ажал қақпасы. Бойын үрей билеген адам еш нәрсені пайымдай алмақ емес. Ол да бір, мәңгүрт те бір. Сондықтан ол ажал қақпанына өзі барып түседі. Сарайдағы сиқырланған сұлбалар қорқыныш иелері еді. Есі шыққан адамнан ақыл сұрау, қаңсып қалған шыңыраудан су шығарумен бірдей. Үркек көңілдер үрпейісіп, әркім өз жанының аман қалуын Тәңірісінен жалбарына тілеп тұрған соң дауа бар ма? Отбасы мүшелері жоғарғы қабатта Сәбденнің қалып қойғанын енді ғана естеріне алды. Мәулен батырсынып екінші қабатқа көтерілу үшін баспалдаққа аяғын салғаны сол. Сал болған можы шалдай сылқ етіп отыра кетті. Жұпардың жүрегі аузына тіреліп, ол да қыл үстінде тұрғандай қалтырайды. Екінші қабатта жын жыбыр, сайтанның сабалағы, құбыжық құжынап жүргендей. Ақырзаман боларда аспаннан отты шарлар жаңбырша жауады дегенді Жұпардың бір жерден оқығаны бар. Оған дүние мүкәмбарасының басы, байлығының құты болып көрінетін үйінің екінші қабаты ақырзаман апанындай көрініп, жаны түршікті. Ілгері басқан аяғы кері кетіп, жүре алсашы. Дүдәмал ойда сең соқты болып тұрған үй иелерінің дүмбілездігі мен дәрменсіздігі Сәуленің санасын сансыратып, намысын тілгілеп өтті. Ол өжет қимылға басып, екінші қабатқа қарай өршелене өрлеп бара жатты. Оның соңынан Балжан ілесті. Екі бірдей нәзік жаратылыс иесінің құбыжықтар қамалына қаймықпай кетіп бара жатқаны еркектік намысына тиді ме, әлде қорқа-қорқа батырсынды ма, кім біледі. Мәулен мылтығын алып соңдарынан кетті.
ажал апатына аттанып бара жатқан үшеуге жұпар қаймыға қарап тұрды. Ол Әсемгүлді жалғыз тастамау керектігін сылтауратып бөгеліп қалды. Сәуле ертегілердегі жеті басты айдаһардың өзінен қаймықпайтын хас батырдың өзі секілді. Екінші қабаттағы әр бөлмені тарс еткізіп ашып кіріп, ішін түгел тексеріп шығады да алға ұмтылады. Осылай олар екінші қабаттағы бөлмелерді түгел тінтіп шықты. Ендігі қалғаны Сәбденнің бөлмесі ғана. Сорлы баланы құбыжық пен жын сайтандар қол аяғын бұршалап өлтіріп қоймасын. Дүрс-дүрс еткен секемшіл жүректер бұл бөлменің де есігін қолдары қалтырап, қаймыға қорқақтай аштау әйтеуір. О, тоба! Сәбден қауіп қатерден мүлдем бейхабар. Түк те сезбегендей компьютер ойнап отыр. Әп бәлем, сен екенсің ғой Әсемгүлді қорқытып жүрген, деп Мәулен баласын бас салды. О не, папа, Әсемгүлді кім қорқытып жүр? Деп Сәбден аң-таң болды. Дүрліккен топ жауды жайратып болып, бірінші қабаттағы ас бөлмесіне өтті. Сәбден Әсемгүлдің сөзін естіп, мең-зең күйге түсті. Бұдан былай екінші қабатқа менде шықпаймын, деді өз-өзіне келген соң. Бірақ жігіттігі жетектеп, ол өз бөлмесіне жалғыз кетті. Ұлардай шулап таңды атырған отбасы барлық бәле түндегімен кетсін, деп бет сипасып, әркім өз шаруасына кірісті. Бірақ төбедегі топалаң бұнымен тыйылмады. Екінші түні түрі боп-боз болып, Сәбден іш киіммен жоғарыдан сайтан қуғандай зытып түсті. Ол ожар мінезді еді, анау-мынаудан қаймыға қоймайтын. Точно, папа, жоғарыда бірдеңе бар, деді тілі күрмеліп. Сәбденге елес көрініпті. Бір бала төсегінің аяғына отыра бергенде, бұл шап беріп ұстап алмақшы болады. Бала сықылықтап күліп, ауаға сіңгендей жоғалып кетіпті. Осыдан шошынған Сәбден дәлізге шықса, бастарына бүркеніштері бар плащ киген, жүздері бұлыңғырланып қана көрінетін адамдар әрі-бері кезіп жүр екен. Мұны көріп, барлығы ұстап алмақ болып соңынан қуғанда, бұл әбжілдік танытып қашып үлгеріпті. Осыны естіген отбасынан маза қашты. Сәбден алдыңғы түндегі оқиғаны әдейі насырға шаптырып, қопсытып айтып тұр деуге келмейді. Сәбденнің түрі жайдан жай бозамықтанбайды. Осылай алдыңғы түннен басталған дүрбелең тоқтаған жоқ, асқына берді. Енді жоғары қабаттағы ыдыстар тұрған орындарынан өз-өзінен құлап, жерде тек шашыраңқы сынықтары ғана жатты. Жинаулы жүк таңертең құйын жүріп өткен жердей апалаң-топалаңы шығып шашырап жатады. Мәулен енді шындап ойланайын деді. Жұмысына барған соң таныстарынан сұрап көріп еді. Жұман бір мықты болғанда да қара суды теріс ағызатын, ішке кіріп кеткен жынды тырқыратып айдап шығатыны ғұламаны білетін болып шықты. Аппақ сақалы омырауына түскен Дамулла Мәуленге асқан құдірет иесі болып көрінді. Көңіліне сенім ұялады. Дамулланың өзі де иман жүзді жан екен. Мұның тауқымет тақсіретін естіген соң көп бөгілген жоқ. Үйіңізде әруақтар бар. Бір қошқар сойып, Құран оқытыңыз. Әруақтар разы болған соң бұл мекенді өздері-ақ тастап шығады, деді ол. Абдулла Дамулла үйді түгел адыраспанмен аластап шықты. Құранды қырағатпен әдемі әуезбен оқиды екен. Мәулен өз-өзінен отырып жылағысы келді. Есіне өмірден ерте кеткен марқұм әкесі түсті. Әкесіне көптен бері Құран оқытпаған еді. Қолына дәулет біткелі, ешбір жанға емешегі езіліп жақсы көрмеген ол Дамулланы құдасындай күтіп, мол сый-сияпатпен шығарып салды. Келесі күні базардан семіз қошқар алдырып, басын Абдуллаға мүжітті. Осыдан соң екінші қабаттағы елес жоғалып кеткенді. Арада бірер ай өтпей, жоғарыдағы жаңғырық қайта басталсын. Мәуленнің көңілі май ішкендей бұзылды. Көңіл аспанын қою бұлт торлап, еңсесі көтерілмей-ақ қойды. Үй үшін
үрей биледі. Бірақ солай екен деп үйінен безініп қайда барады? Естіген жұрт құтты құжыра ханасынан есі кете қашқаны несі деп күлмейді ме? Осы зәулім сарайды салу үшін Мәулен қаншама тер төкті, қаншама қаржы шығармады десеңізші. Мәулен бұрау басын сындырмай жүріп ақ дүние тапқыш. Сол жан ауыртпай тапқан қаражат мынадай мықты үйге ие етті емес пе? Маңайындағы көңіл құс достарының барлығы мұның патша сарайындай зәулем үйіне қызыға қарамаушы еді. Енді келіп сол үйден неге безінеді? Әрі беріден соң бұл баспана Мәуленге құт әкелді емес пе? Қызметі жоғарылады, ығында жүрер ырықты адамдар көбейді. Осы сарай біткенде үзеңгілес достары, әріптестері ай бойы думандатқан. Қызықса да, қызғанса да, қонақтары сыр бермей тарқасқан. Тәйірі, түкірігі жерге түспей дегені болып тұрған толағайдай тұлғаға әруақ деген сөз болыпты ма? Бүгін Абдулла Дамулла қайтара алмаса, ертең тағы бірі келіп әруақтармен келіседі. Құдайға шүкір, дүние мүлік жетеді. Керек болса, молда ишандардың, дамуллалардың әр қайсысын бір түннен осы үйге кезекшілікке қоюға құдіреті де, шамасы да жетеді. Әруақтар Мәуленмен ойнап көрсін. Үйіңіздің астында бір әруақты кісінің сүйегі жатыр. Сол сүйекті алып, басқа жерге арулап қайта жерлеу керек. Осы рәсімнен соң сол әруақты кісіге арнап Құран оқытасыз. Сонда ғана әруақтың жаны тыншиды, дейді Сейіткәрім атты сәлделі молда. Молдеке осы үйді салдырарда 10 метр тереңдікке дейін экскаватормен қаздырғанмын. Сүйек көрсем көзім шықсын, қайдағы әруақты адам, деп Мәулен мазасызданды. Бәлкім аулаңызда жатқан шығар, деп молда да шегірер жол жоқ екенін танытты. Бұл аулада да қазылмаған жер қалмады, бірақ малдың да сүйегі шықпады ғой, деп Мәулен қасарысты. Ендеше өзің біл қарағым, біз айтарымызды айттық, деп молда ишандар қайтуға қамданды. Өз байламына шеге қаққан Мәуленнің дегені бұл жолы топшысынан қиылды. Абдулланы ол қысынып, тағы бірнеше мықты молда имамды шақырғанымен домовойлар дамыл таппады. Тіпті осы үйді меншіктеп алғандай түні бойы барабандарын қағып, сырнайларын сарнатып, концерт қойып шығатындарын қайтерсің. Үйді емін еркін жайлап алғандары сондай, шақырылмай келген қонақтар басына да бастады. Зікір салушылардан зәрезап болған Мәулен биолокаторлық зерттеулер арқылы елес кезген үйлердің сырын ашумен айналысып жүрген ғалымды да тапты. Мұсатіллә биолокациялық құралмен үй үшін ауланы түгелдей тексеріп шықты. Сосын Мәулен бұрын соңды естімеген әңгіме айтты. Мұндай елестер үй астынан өтетін су тарамдары мен жер қыртысының жарылыстарынан пайда болады. Мұны геомагнитті толқын деп те атайды. Осы құбылысты неміс ғалымы Густав фон Поль алғаш болып ашқан. Ол Баварияда жүргізген зерттеулері бойынша талдау жасағанда қатерлі ісіктен қайтыс болған 58 адамның жатқан бөлмесі геомагнитті толқын аймағында орналасқан деген тұжырымға келген. 1950 жылы Бавариядағы медициналық биологиялық институттың директоры, медицина докторы Манфред Курри адамдарда қатерлі ісіктің туындауына бірден бір әсер ететін геомагнитті жолақтар деген қорытындыға келген. Оның пікірінше, жер асты сулары ғана емес, Курридің диагональды торы аталатын жердің ерекше энергетикалық тормен байланысатын теллурациялық радиацияда қатерлі ісікке шалдырады. Геомагнитті аумақта тұратын адамдардың 5%-ның ғана көп уақытқа дейін денсаулығы сыр бермейді. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, геомагнитті толқындар аумағында ұзақ болған адамдарда әлсіздік, ұйқыдан тұрғанда делсалдық, қорқынышты түстер көру,
бас сақинасының ауруы, жүрек айнуы, болар болмасқа ашулануы, аяғының қалтырауы мен мұздауы кездеседі. Сонымен бірге, әрбір адамның төсегі мен жұмыс орны геомагнитті толқындардың активті жолақтары үстінде тұруы түрлі ауруларға ұрындырады, деді Мұсатіллә. Оның биолокациялық құралдары үйдің жер асты геомагнитті толқындар үстінде жақын орналасқанын анықтады. Мазасыздау Мәулен молда мен ғалымның қайсысының сөзіне иланарын білмей дал болды. Біреуі әруақ дейді, екіншісі геомагнитті толқын дейді. Қайсысынікі дұрыс? Япырау, Мәулен осы үйді саларда қопармаған жері қалмады ғой. Сонда адам сүйегі көрінбеген. 10 метр тереңдікте жүргенде де магнитті толқынды неге сезбеген? Мәуленнің мезі ойлардан миы қатты. Әулиелерге әлі келмей, әпігі басылып қалды. Енді ол не де болса астам ойлардан бойын аулақ салғысы келді. Желең жел соғып тұрған жас күндерінің бірі еді. Кешкі апақ-сапақта үйге 3-4 адам «Уа, кім барау?» деп кіріп келді. Мәулен қонақтарды танымады. Облыс деңгейіндегі басшылардан басқасының кәрі жүріп көрмеген Мәулен анау-мынауға сәлем бермеуші еді. Керісінше, оған сәлем бере келушілер көп болатын. Сондай сәлемшілердің кезекті тобы шығар. Осы кезде Мәулен анасының «Шырағым, қандайда құдайы қонаққа қабақ шытпа, төріңнен орын бер. 40-тың бірі қыдыр. Қонақ ырысыңды жеп кетпейді. Олар бақ болып та келуі мүмкін», деп отыратынын еске алды. Шегінерге жер қалмады. Ол күтпеген тосын қонақтарды арнайы бөлмеге бастады. «Жұпар, қонақ келді», деп жұбайына қазан көрсетті. Анасы Балжан да қонақтарға келіп амандасып жөн сұрады. «Апа, біз елші едік. Елдестірмек елшіден деген. Екі елді елдестірмекке келіп қалдық. Қыздарыңыз Әсемгүл аулымызға келін болып түсті. Құдаларыңыз Болатбек ауыл аймаққа белгілі сыйлы адам. Өсіп өнген жандар. Мынау қыздарыңыздың сіздерге жолдаған хаты», деп шоқша сақалды кісі қалтасынан әлдеқандай қағаз шығарып Балжан әжеге ұсынды. Балжан жылан ұстағандай шошынып хатты Мәуленге ұзатты. «Апа, қызыңыз тұрмысқа шығыпты. Қонақтарды жақсылап күтіп алыңыздар. Мен өз ырқыммен келдім», депті хатында, деді Мәулен. «Әсемгүл-ау, бұл неткенің?» деп Балжан жылап жаулығымен көзін сүрте бастады. «Әзірге күйеуге шығамын деп жүрген жоқ еді. Оны алып қашқан ғой. Осыдан оларды түрменің тереңіне сүңгітпесем, Мәулен атым құрысын», деп қыз әкесі тұлан тұтты. Қонақ бөлмеден шыққан ащы дауысты естіп, Жұпар да келіп қалды. «Ана қызыңа айтпап бедім, тұрмысқа шығар болсаң, түсер жеріңді біліп, той жасап ұзатамын» деп. Қандай әзәзіл еліктірсе де, ол мұндай сорақылыққа бармас еді ғой. «Қашып кетіпті деген не сұмдық? Сенен туған қыз емес пе? Жерге қаратқанын қарашы», деп Мәулен әйеліне зілдене қарады. Зіл қабақ, долы ашу, дөкір мінез қонақтарды ықтыра бастады. Елшіліктің соңы сойқанға ұласпаса нетті, деп ойлап отырды хабаршылар. «Шоқша сақалды, қызыңыздың хатын қайта оқыңыз. Ол өз ықтиярмен келгенін анық жасып отыр ғой», деп үй иесінің алдын кесе сөйледі. Осы мезетте күтіп тұрғандай Жұпардың қалта телефоны шар етті. Ол қонақтардан қымсынып, басқа бөлмеге шығып кетті. Артынша «Келіп кетші» деп күйеуін сыртқа шақырды. Есіктің арғы жағынан үй иесінің «Қызым-ау, бұл қай қылғаның?» дегені естіліп тұрды. Әлден соң ерлі зайыптылар бөлмеге оралды. Дөңбектей үй иесі бір-ақ уыс болып бүрісіп қалыпты. Манағы сорақы сұс, қырғи қабақ, тау қопарар екпін жоқ. «Әлі білісе алмай жатырмыз. Айып етпеңіздер, ішіп жеп отырыңыздар», деп ерлі зайыптылар қосамжарлана сөйлегенде бөлме көңіл күн шуағына бөленді. Қыздары тапсырғандай үй иелері
Хабаршы кешірмішілерді барынша күтіп, шығарып салған соң, Мәуленнің көңіл жайлауы ел көшкен жұрттай құлазып қалды. Әсемгүл бал тәттісі, еркесі еді. Оны қалай ғана жат жұртқа қияды. Ол көңіл құлазуын виски арқылы таратқысы келді. Сәуле қорқақтай отырып, екінші қабатқа барып, вискиді алып келген. Сонда ғана барып Мәулен қызының осы үйден неге ертерек кеткенін ұғынғандай болды. Әйткенмен қыз жүрегі өз қалауын тауыпты. Әлпештеп өсірген әкесі бар жасауын келістіріп, қолдан ұзатар еді ғой. Бірақ сұңғыла қыз мұны артық көріпті. Жалғыз қызды құтты орнына той жасап, бар кәде сыйымен ұзата алмағанына іштей қорланып қалғанымен, ол Әсемгүлдің байламына көлденең тұра алмады. Көңілсіздік пен құбылмалы күйге ірге бермеймін деп жүрген күндердің бірінде ойда жоқта сәбден асылып қалды. Көк күмбезінен жұлдызының бірі ағып түсті. Бірінен өлідей, екіншісінен тірідей айырылған қос перзентінің күйігі Мәуленді бүк түсірді. Тағдырдың басқа салғанына көндікпеске шара бар ма? Реңі қуқыл тартып, жүдеп жүрген күндерінің бірінде үлкен ұлы Арлен алдына келіп ой бөлісті. Пап, мен Көкшетаудағы қызметімді осында ауыстырмақпын. Ол жақта сөйлесіп жүрген адамым бар. Келінді боласыз. Осы үйді тағы бір қырсық шалмасын десеңіз, мына сарайды сатасыз. Күні кеше бабаларымыз Лашық пен Шайлада да өмір сүрген. Алтын сарайдың барлығы бақыт әкелмейді. Осыны да түсініңіз, деген үлкен ұл. Арлен келін түсірсе, мына қараша үйде қуаныш көбейеді емес пе? Дүниеге немерелер келмек. Үй бақыттың базарына айналмақ. Ендеше, мына алтын сарайды қимайтындай несі бар? Балалардың бақытынан артық не болушы еді? Олар көп кешікпей басқа баспана сатып алып көшіп кетті. Алтын сарай иесіз қалды. Үй сатылады деп телеарналар мен газеттерге хабарландыру бергенімен алушы табылмай тұр. Алтын сарай алыстан көз арбаса да былайғы жұрт бұл мекенді қарғыс атқан үй деп маңайына жоламады. Бертінде алтын сарай көше кезбелерінің аялдамасына айналды. Маскүнемдердің жұрт көзінен тасаланып арақ ішер жері де осы. Әйтсе де, сол батырлардың өзі мұнда түнеп қалуға жүректері дауаламайтын. Арса-арсасы шыққан, есік терезелері сынған, еңселі үй, ысқырынып тұрған зәрлі өшпенділіктің ошағындай соншалықты жат көрінуі неліктен? Қайталанбас өрнегімен, сұлу сымбатымен талайларды тамсандырған алтын сарай қулық пен сұмдықтың, тоғышарлық пен тағылықтың, үстемдік пен үрейдің ордасындай неге суық көрінеді? Бақ бәсекесінде Мәулен талай жанға тізе батырып еді. Бойын кісәпір кесірлік пен топас тоғышарлық жайлаған ол талайлардың ақысын жеді, жолдарын кесті. Бәлкім, тағдырдың мына ызалы жазасы сол құнама қорлық қырсықтығының өтеуі мекен? Кім білсін ай, кім білсін? Анығы Аллаға ғана аян ғой.